Қайырлы күн достар. Бүгін кезекті түсірілім видеокассеталар топтамасын көрсететін боламыз. Бірінші кино «Побег из Шоушенка». Бұл әйгілі Стивен Кингтің кітабы бойынша түсірілген кино. Басты рөлдерде Тим Роббинс пен Морган Фриман. Келесі кино «6 дней 7 ночей». Бұл Харрисон Форд пен Энн Хэтчтің орындауындағы шытырман кино. Келесі «Черепа 2» деген кино екен. Бұл шамасы триллер болуы мүмкін. Бұл киноны өзім көрмегенмін. «Власть огня». Мэтью МакКонахи мен Кристиан Бейлдің түсірілген киносы. Бұл фэнтези жанрындағы кино. Дракондар жайлы екен. Кезекті келесі кино «Сердце едки» деген бұл комедия. Сигурни Уивер мен Дженнифер Лав Хьюиттің орындауындағы. «Ван Хелсинг» Стивен Соммерстің киносы екен. Бұл басты рөлде Хью Джекман және де фэнтези жанрындағы осы кино. «Хроники Риддика» Вин Дизельдің орындауындағы. Байқап отырсаңыздар, барлығы лицензиондық кинолар. «Банды Нью-Йорка» Мартин Скорсезенің түсірілген киносы. Бұл Леонардо Ди Каприо мен Дэниел Дэ-Льюистің орындауындағы кино. Керемет. Келесі кино «Изгой» деген кино, Том Хэнкстің. Бұл оқиғасы Робинзон Крузоның оқиғасына ұқсайды екен. Роберт Земекис режиссері. «Король Артур» Перл Харбордың продюсері түсірген тарихи шытырман кино. Осылай.